151-ші жоғары нәтижеге жеткен адамдардың барлығы таптырмас ақыл әдеті оптимизм иелері болған. Оптимизмсіз өмір нәрі кетеді. Адам қиыншылыққа тап болады. Бұл маңызды әдет. 152-ші бүгін сіз сүйсінетін адамдардың ең жақсы 7 қасиетін жазыңыз. Әр таң сайын осы 7 қасиеттің біреуін жүзеге асырыңыз. Бір аптадан кейін өзгергеніңізді байқайсыз. 2 айдан кейін бұл қасиеттер сіздің ажырамас бөлігіңізге айналады. 153-ші сіздің таныстарыңыз қанша болса, абыройыңыз да сонша болады. Сіздің өзіңіздің мінез құлқыңыз уайымдату керек. Сіздің мінез құлқыңыз мықты, берік болса, басқа жағымды нәрселер өз-өзінен келеді. 154-ші өзіңізді апельсин деп санаңыз. Сыртқа іштегі ғана нәрсе шыға алады. Егер сіз тыныштық, әлемге деген дұрыс көзқарас, ерлік, біреуге аянышпен қарай алсаңыз, сізді ешқандай жағдай сындыра алмайды. 155-ші біздің өміріміз мәңгілік бір сәт. Біз ғалам сахнасындағы кішкентай ғана ұшқынбыз. Кеткен кезде өзімізбен бірге ештеңе ала алмайтындықтан, біздің өмір сүруіміздің шынайы мақсаты басқаларға қызмет ету. Мұны есте сақтаңыз. Таңертең оянғанда мантраны қайталаңыз. Мен бүгін басқаларға қызмет етемін. Басқаларға қамқор боламын. Басқаларға мейірімді боламын. Егер сіз басқаларға көмектесу және өз жетістіктеріңіз туралы аз қамқорлық жасау мақсатын тынымсыз орындасаңыз, сізге марапат беріледі. 156-ші жұмыста жаңалық табушы ретінде белгілі болыңыз. Келесі аптада бастаңызға жұмыс тиімділігін жақсартатын 10 ұсынысты көрсетіңіз. Кез келген мәселені шешуге дайын идеяға толы адам ретінде белгілі болыңыз. 157-ші өз-өзіңізге күле біліңіз. 158-ші ақылыңыздың терезесін ашық ұстаңыз. 159-ші бір күнді мен деп айтпай өткізіп көріңіз. Назарды басқаларға салыңыз. Өзгелерді тыңдаңыз. Таң қаларлық көп нәрселер естисіз, көп достарға кенелесіз. 160-ші күніне 1 сағатты тек тікелей сұрақтарға жауап беріп, толық тыныштықта өткізіңіз. Бірақ мұндай жағдайларда әңгімені қажетсіз созбай, арнайы жауап беріңіз. Біз бір нәрсені қайта-қайта талқылап және қайталай береміз. Бұл ежелгі шығыс жаттығуы сіздің ерік жігеріңізді ғана емес, сонымен қатар тиімді қарым-қатынас үшін маңызды тіліңіздің анықтығы мен дәлдігін дамытады. 161-ші әр күн сайын сіз ұнатпайтын шаруаларды істеңіз. Кішігірім шаруа болса да істеңіз. Сол арқылы сіздің жігеріңіз қатаяды. Ал онымен бірге өнімділігіңізде жоғарылайды. Мінезіңді нығайту үшін осы ежелгі әдісті қолданып көріңіз. 162-ші шынайы бақыттың бір ғана қайнар көзі бар. Жеке болсын, кәсіби болсын, алға қойған мақсаттарға жету. Үлкен марапаты жоқ, тек босаңсу сыйлайтын қызметке кеткен уақыт мәңгіге ғайып болған уақыт. Босаңсу керек. Алайда жаңартудың тиімді әдістерін таңдап, уақытты өнімді қызметке арнаңыз. Бақыт ұйықтаудан емес, әрекеттен келеді. 163-ші Наполеон кездескен адамдардың атын жаттап қалу қабілетімен ерекшеленген. Оның құпиясы ол танысқанда кешіріңіз, есіміңізді ұмытып қалдым деп айтуында. Сөйтіп ішінен бірнеше рет қайталап есте сақтап қалатын. Егер ол адамның есімі қиын болса, жазылуын сұрайтын. 164-ші Қытай данышпандары мыңдаған жылдар бойы өмірдің негізгі философиясын ұстанды. Сыпайылық пен инабаттылықпен қатар қайтпас ақыл ойды тәрбиелейді. Осы 3 мінездің қайталануы сізді бәрі құрметтейтін ерекше күшті тұлғаға айналдырады. Өз бойыңызда осы қасиеттерді дамыту үшін бар күш-жігеріңізді аямаңыз. 165-ші санаңызды жаман ойлар қармағанда алдымен оны түсініп және одан біржола құтылуды қадағалау керексіз. Жаман ойлар келгенде өзіңізді шымшырлап былай айтыңыз: мен мықтымын, ал әлсіз ойлар жойылды. Немесе қатты айқайлап алыңыз, немесе назарыңызды басқа жаққа аударып, теріс назарды бұзатын нәрсені жасаңыз. Бұл әдіс теріс ойларыңызды күрт азайтуға және шынайы жеңімпаздың ой өрісін дамытуға көмектеседі. 166-ші жеке бас өсу үшін жанұялық және жұмыс кестесінен алынған уақыт ешқашан зая кетпейді. Кейбіреулер таңертең жақын маңдағы саябақта ойнап жүрген балаларды бақылап, серуендеуге кеткен 1 сағатын босқа кетті деп ойлайды.
бірақ өмірдің қарапайым ләззаттарына көбірек уақыт бөлу және күніңізді тепе-теңдікке келтіру арқылы сіз қалған уақытыңызды үнемді және тиімді етесіз. Өзіңізді жаман сезінсеңіз, жақсылық жасау мүмкін емес. Сіз сабырлы, еркін және ынталы болсаңыз, сіз өнімдірек, серпінді және шығармашылықпен айналысасыз. Бұл уақытпен дәлелденді, бірақ біз үнемі шұғыл болып көрінетін мәселелердің торына түсіп, ағаштардың артындағы орманды көрмейміз. 167. Көп оқып, көп біліңіз, көп күліп, көбірек жақсы көріңіз. 168. 6 ай ішінде қарым-қатынасты жақсартқыңыз келетін 5 адамның тізімін жасаңыз. Олардың атын және қасына не үшін жақсарту қалайсыз, қалай оны жоспарлаудасыз, қандай уақытта жүзеге асыратыныңызды жазыңыз. Жақсы ата-ана, жақсы дос және жақсы азамат болу міндетін алыңыз. 169. Дұғаның қандай күшке екенін ұмытпаңыз. 170. Сіздің жеке бас өсуіңізге арналған жаңа тамаша инвестиция Норман Винсент Пилдің «Дұрыс ойлаудың күші» атты аудиокассеталары. Ондағы әдістер өнімді, бақытты, табысты өмірді қамтамасыз етеді. 171. Өзіңізге қалта күнделігін сатып алыңыз. Ол кездесулерді ретке келтіруге және істеріңізді жазуға тамаша құрал бола алады. 172. Комиссиялық кітап дүкендеріне барып тұрыңыз. Ол жерде мінез құлықты жөнге салу жайлы кітаптар іздеңіз. Көптеген бағалы кітаптарды арзан ала аласыздар. Сіз көпшілік алдында сөйлеу, әдетті жақсарту, уақытты басқару, денсаулық және басқа да маңызды тақырыптар бойынша өте төмен бағамен нағыз асыл тастарды таба аласыз. Бұл ескі кітаптардың кейбірі өте жақсы және әрбір жастың өзін-өзі тәрбиелеуге және өмірлік дұрыс әдеттерге жүйелі түрде тәрбиеленуіне міндетті болған кезеңде жазылған. 173. Клод Бристолдың «Сенім сиқыры» атты кітабын оқыңыз. Ол сіздің ақылыңыздағы серпінді күштерді босатуға мүмкіндік береді. 174. Барлық адамдар сізді салқын қанды, жылы жүректі және тамаша мінезді адам ретінде білсін. 175. Біреуге көмек көрсету діннің жоғарғы түрі. Әр аптада 168 сағат бар. Соның бірнешеуін басқаларға қызмет ету үшін бөліңіз. Уақытыңызды қарттар үйінде немесе кедей отбасы балаларымен жұмыс істеуге арнаңыз. Біреуге оқуды үйретіңіз, немесе өзіңіз білетін тақырып бойынша ашық дәріс оқуды ұсыныңыз. Артыңызда жақсы есте қаларлық әрекет жасаңыз. 176. Үйіңізді қанық түсті гүлге толтырыңыз. Әдемі әуендер, шаттық, күлкі, қуаныш сіздің үйіңіздің оазисін толтырсын. 177. Көршілеріңізбен танысыңыз және олармен тату болыңыз. Олар сіздің өміріңізді жақсартады. Сізге әркез көмекке келетін жандар. 178. Мантрлардың күшін және жағымды сөздерді қайталауды түсініңіз. Үнді йоглері бұл әдісті 4000 жылдан астам уақыт бойы бейбіт, өнімді және мақсатты өмір сүру үшін қолданды. Мінезіңізді жақсарту және рухыңызды нығайту үшін күнделікті қайталау үшін өз мантраңызды жасаңыз. 179. Деміңіз мықты және біркелкі болса, ақылыңызда біркелкі және тыныш болады. 180. Анда-санда тыныш жерде отырыңыз және жер бетінде бірақ күн қалды деп елестетіңіз. Кімді шақырасыз, не айтасыз, не істейсіз? Бұл сұрақтар сізге қандай маңызды әрекеттерді орындау керектігі туралы түсінік береді. 181. Мықты мінездің келесі сипаттарын зерттеңіз. Ой мен сөздің анықтығы, дәлдігі, мәнердің көркемдігі және нәзіктігі, өзіндік сараптама әдеті мен күші, жеке басты өсіру күші, өз мақсаттарыңыз бен армандарыңызға жете білу қабілеті. 182. Доктор Фелан, жастық шақ өмір маусымы емес, бұл көңіл күй. Адамдар өз мұраттарынан бас тартып, жастық мұраттарынан асып түскендіктен ғана қартаяды. Жылдар теріні құртады, ал құлшыныстан бас тарту жан дүниені құртады. Сіздің үрей, күмән, жабығуларыңыз қаншалықты көп болса, соншалықты қартаясыз. Егер жас болып қалғыңыз келсе, өзіңізге деген сеніміңіз, үмітіңіз жас болуы керек. 183. Жақсы денсаулық иесі болу үшін шығыс медицинасын және әдістемелерін үйреніңіз. 184. Уақытыңызды өміріңіздің басты
басымдықтары бойынша ұйымдастыруды үйреніңіз. Стивен Кови атап өткендей, ішіңізде иә деп жанып тұрған кезде жоқ деп айту оңайырақ. 185-ші өміріңіздің шапшаңдығын баяулатыңыз. Не нәрсе шынымен маңызды деген сұраққа жауап іздеңіз. Табиғи тыныштықты сыйлайтын шараларды ұйымдастырыңыз. Сіз өмірдің қарапайым ләззаттарына арналған тұрақты уақыт кезеңдері мен салауатты өмір сүру қарқынына үйренгеннен кейін кез келген басқа әрекет тиімдірек және жағымды болады. 186-шы. Бір күн ішінде тек жеміс-жидек жеп сүт ішіңіз. Аш болу шығыстың мықты және табысты стратегиясы. Оны қазіргі таңда миллиондаған адамдар қолданады. Бұл әдісті бірнеше апта бір рет қолдану арқылы сіз энергия деңгейіңіздің артқанын және жүруіңіздің жеңілдегенін көресіз. Көп мөлшердегі тағамдар көп мөлшерде энергияны қажет етеді. Қайта сол энергияны неғұрлым пайдалы мақсаттарға жұмсаған дұрыс. 187-ші. Жұбайыңыздың күлкісін бағалаңыз және күні бойы шабыт пен жағымды ойлар алу үшін оның фотосын жұмыс үстеліңізге қойыңыз. 188-ші. Егер сіз некеде болсаңыз, үйлену күнімен бірге неке сақинасының ішіне өзіңіздің және жарыңыздың бас әріптерін ойып жазыңыз. Бұл жоғалтып алған жағдайда да ұрпақтан ұрпаққа беру үшін пайдалы. 189-ші. Ақыл бақ сияқты, не ексең соны орасың. Сіз оны өсіріп күтім жасасаңыз, оның гүлденуі күткеннен асып түседі. Бірақ егер сіз арам шөптердің өсуіне жол берсеңіз, онда ешқашан өз әлеуетіңізге жете алмайсыз. Нені салдыңыз, соны аласыз. 190-ші. Күніне 100 рет отырып тұрыңыз. Бұл әдетті бұзбаңыз. Ол сіздің сыртқы келбетіңізді және сенімділік деңгейіңізді жақсартады. 191-ші. Ең шынайы, өтірік айтпайтын адам болыңыз. Басқалардың сеніміне лайықты болыңыз. 192-ші. Жердегі қалауларыңызды реттеңіз. Сонда сіз ерік жігеріңізді нығайтасыз. Материалдық нәрселерге қатты берілген адам оны тартып алған кезде бақытсыз болады. Бақытты адамдар күнделікті нәрселерден ләззат алады, бірақ оларға тәуелді емес. 193-ші. Егер бүгін сіз күлмесеңіз, онда бүгін өмір сүрмедіңіз. Көп және қатты күліңіз. Джеймс айтқандай, біз бақытты болғанымыз үшін күлмейміз, күлгеніміз үшін бақыттымыз. 194-ші. Роберт Ричардсон және Катарина Тайердің харизма факторы, табиғи көшбасшылық қасиеттерін қалай жетілдіруге болады атты кітабын оқыңыз. Бұл көшбасшы болуға немесе оны келесі деңгейге көтергісі келетін адамдарға арналған тамаша кітап. 195-ші. Жиі саяхаттаңыз. Жаңа жерлерге барғанда туындайтын перспектива өте маңызды және бізге қажетті нәрсені бағалауға жақсы мүмкіндік береді. 196-ші. Спортпен шұғылдануға байланысты әр ай сайын мақсат қойыңыз. Мысалы, шілде айында жүзіп үйреніп, немесе қаңтарда шаңғы теуіп үйренуді ойластырыңыз. Ең бастысы, бір айлық мақсатты таңдаңыз. Оны қағазға түсіріп, оған қалай жетуге болатынын ойластырыңыз. Содан кейін Nike ұранындағыдай тек мұны жасаңыз. 197-ші. Барлығы әрқашан 2 рет жасалады. Алдымен ақылда, содан кейін шындықта. Үйдің жоспары алдымен қағазға түсірілетіні сияқты, күнді де санада жоспарлау керек. Өмірде не нәрсеге қол жеткіңіз келетінін елестетіп көріңіз. Сонда сіздің қалауыңыз орындалады. Өйткені сіздің подсознание осы мақсаттарға жетуге назар аудара бастайды. 198-ші. Жұмысқа жаяу барыңыз. Табиғаттың әсемдігін тамашалаңыз. 199-ші. Аз ұйықтап көп істеңіз. Ұзақ өмір сүріп ұлы адам болыңыз. 200-ші. Бұл кітапты қайта-қайта оқып, басқалармен бөлісіңіз.